Жақсы, саламатсыздар. Қайырлы кеш, құрметті жастар. Үлкен бір жоба аясында болып жатқан кездесу екен. Өздеріңізбен осындай кешкі уақытта дидарласып жатқанымызға өте қуаныштымын. Менің ойымша жарты сағат деген өте аз, иә. Жарты сағатта ойды қорытындылау кішкене қиындау болады. Енді оның үстіне біздің тақырыбымыз кішкене күрделі тақырып. Күрделі болатын қалай? Бірінші, құндылық деген дүние өзі әркімге қарай әртүрлі. Оның ішінде ұлттық құндылық деген дүниенің өзі қазіргі кезде үлкен талан-таражға түсіп жатқан жағдайы бар. Сондықтан да біз бірінші осы негізгі объектін айқындап алатын болсақ, жалпы құндылықтың айналасында, соның ішінде ұлттық құндылықтың айналасында, сосын оның басқа құндылықтармен ара жігін қарастыратын болсақ, біраз нәрсенің бейнесі ашылатын шығар деп ойлаймын. Енді заңнамалық басқа да нақты бір факторлар сияқты нақты бір дәйектермен келтіру қиын. Себебі ол құбылмалы деп айтуға болады, немесе әркімге қарай оның салмағы әрқалай деп айтуға болады, бірақ десе де жалпы ортақ бір мәмілеге келуге болады деп ойлаймын. Өйткені құндылық деген дүние, соның ішінде ұлттық құндылық, жалпы бір халықтың, ұлттың өзіне құндылық ретінде қабылдаған бағалы немесе бағалайтын қағидаттардың жиынтығымыз құндылық деп қарайтын болсақ, енді мен құндылықтың негізгі теорияларына кіргім келіп жатқан жоқ. Ол материалдық құндылық, ол жаңағы рухани құндылық, оның құндылықтардың ішінде талай қабаттары бар. Жаңағы Досай Кенжетай мырза айтқан сияқты мәдениеттің 18 қабаты бар деген сияқты құндылықтың да бәленбай қабаттары бар. Бірақ соның ішінде жалпы біз қазіргі кездегі осы таласқа түсіп жатқан кейбір мәселелер турасында айтсақ, менің ойымша нәтижелі болатын шығар деп ойлаймын. Енді проблема ретінде нені қойсақ болады ортаға? Проблема ретінде қазір біздің осы ұлттық құндылықтардың жаңғыру мәселесін қойсақ болады. Халық ретінде, ұлт ретінде жаһандану үрдісіне біз тап келгенге байланысты біз қазақпыз, біз ұлтпыз, біз ұлт ретінде өмір сүруге хақымыз бар, немесе басқа ұлттар осындай деген сияқты әлеуметтік желіде болсын, болмаса телеарналарда болсын, болмаса жаңағы басылып жатқан мерзімді басылымдарда болсын, біз көзіміз шалып қалып жатады. Ал енді соның ішінде біз жалпы ұлт болып осы құндылықтың арасына айналасына үй саламыз ба деген кезде көптеген сұрақтар туындап жатады. Тіпті бір құндылығымыз ол тіл. Тіл құндылығының айналасында да өте көп не бар? Талас тартыстар бар. Мысалы, қазір соңғы кездерде шығып жатыр, енді ақырындап осы желідегі проблемаларға қарай көшетін болсақ, әлеуметтік желіде Қазақстан, жаңағы Астана қаласы бойынша 28 мыңға жуық бірінші классқа баратын бала болатын болса, оның 60%-ға жуығы, 60%-дан астамы қазақ мектептеріне, 40%-ға жуығы орыс мектептеріне барады деген сияқты. Бұның өзінің арасында кейбіреулер осыны бір проблема ретінде ортаға шығарғысы келеді. Не болмаса, шынымен де бұл ұлттық құндылықтың аясында біз қаншалықты тоғыс аламыз деген мәселе тұрғысында кейде тіл мәселесіне жанашыр тарап кішкене қаттырақ тиісіп жібереді да, тілге кішкене немқұрайлы тараптар оны ұлтшылдықпен несейді кінәлайды. Сондықтан да бұл бір ғана мәселе. Екінші мәселе бұл енді өзіміздің тақырып, бұл дін. Дін мәселесінде өте көп күрделі ұлттық құндылықтарға байланысты мәселелер бар. Домбырадан бастап, қазіргі жаңағы өткенде ғана Париж Олимпиадасында осы қазақ Алла қаласа деп айтса болады екен, немесе қазақты әруақ деп айғайламасаң рухын оята алмайды екенсің деген сияқты не бір үлкен халықтың алдында жүрген, болмаса дінтану саласында дінтанушы деп өзін санайтын азаматтардың өзі осы нәрселерде, оның ішінде жаңағы сіздердің алдында спикер болған азаматтар да бар, енді бұлай конструктивті пікірлер айтып жатыр деп ойлаймыз. Бірақ десе де ол екінші жағынан үлкен бір жаңағы таласқа түсіп жатыр. Неге десеңіз, мысалы, мен осы үш нәрсені байқадым соңғы кездерде. Бірінші, көбінесе ұлтты өзіне құндылық ретінде, ұлттың өзінің құндылығын былайша айтқанда мен қазақпын, мен қазақты ғана алға тартам дегендер кейде дінді аяққа таптап тартқысы келеді. Яғни, өткенде бір азамат ассаламу алейкум десем армысыз дейді. Мен әдейі білдім де, қайтадан ассаламу алейкум десем армысыз дейді. Мен айттым, қашаннан бері қазақ халқы ассаламу алейкум деген жауап сұраққа
армысыз деп жауап береді. Сонда айтқысы келіп жатқаны, мен сенің дініңнен емеспін дегісі келгені. Яғни, ол мүмкін өзінде бір дін жоқ шығар, не жоқ шығар, бірақ ол армысыз дегенді мен арабтың ассалаумағалейкум деген сөзін қолданбаймын деген сияқты ұлттың құндылығы деп не істейді? Санап тұр жас жігіт. Бірақ енді бұл жерде не істейсіз? Бұл үлкен таласқа бару мүмкін. Тарихи болмаса да көптеген жаңағы құндылықтық, тіпті өзіміздің мынау жазылған ғасырлар бойы қалыптасқан әдебиет, ауыз әдебиеті болмаса тіл, бұл үлкен таласқа түседі. Себебі біз егер тілді осындай тұрғыдан құндылықтық деп санап, жаңағы цензураға жіберетін болсақ, онда көптеген жаңағы тілдік сөздік қорларымызды өзгертуге не істейді? Тура келеді. Себебі біздің тілдік сөздік қорымызда өте көп парсы сөздері бар, өте көп мыңдаған араб тілінен кірген сөздер бар. Олардың барлығын біз олардың құндылығын алмаймыз деп қарайтын болсақ, онда орнына балама сөздер табуға тура келеді. Және бір халықтың құндылықтары басқа халықтан түбегейлі тәуелсіз болып қалыптасады деген теріс пікір қалыптасады. Яғни көрші халықтар болмаса белгілі бір жаңағы ықпал еткен мәдениеттер сол мәдениеттен сіңген сөздерді не істейді? Өзіне сіңіреді. Мысалы біз компьютер дейміз. Компьютер деген қазақтың құндылығына келмейді. Сіз оның қазақша атауын табыңыз онда. Микрофон дейміз. Қазақша атауын тауып алайық. Өйткені бұл мүлде біздің тілден кірмеген сөздер. Жаңағы ассалаумағалейкум деген сияқты. Сондықтан да осындай деңгейге өтетін болсақ, онда біз былайша айтқан кезде тығырыққа тірелеміз. Екінші бір нәрсе бар. Алла мен аруақты қарсы қою. Мен осы әлеуметтік желіде соңғы кезде таласқа түсіп жатқан өте көп мәселелер осы нәрселерді алып қойып отыр. Неге десеңіз, бұл жерде біз Құдай деген мәселені, Тәңір деген мәселені, жаратушы деген мәселені, Алла деген сөзді бір-біріне қарсы қоймайтын едік. Бірақ қазір соңғы кездерде осыны біздің құндылығымыз емес деген сияқты ортаға тастау арқылы үлкен дұрдараздық тудырғысы келеді. Немесе мен қазақпын, мен Алла деп айтпаймын, мен аруақ деп айтамын дейді. Енді мен ойлаймын, аруақ деген сөздің өзінің сөз ретінде қалыптасуы рухтардың көпше түрі. Ал енді оның өзін алып келген кезде жарайды, мен духым, жаңағы рухым көтеріледі деген тұрғыдан алатын болсақ, ол да бір рухани процесс. Енді ол рухани менің рухым қалай көтеріледі десе, ол тікелей жаратушымен байланысты болуы да мүмкін. Енді олай болатын болса, мен олар нәрселерді, яғни рухани процестерді бір-біріне қарсы қою арқылы ұлт деген дүниенің айналасында осы нәрселерді шоғырландырамын ба деген кезде менде өте үлкен күрделі сұрақтар туындайды. Бұл жердегі мәселе жаңағы ұлттың құндылықтары арқылы іштен бөлуге қатысты бір талпыныстардың байқалатындығы. Яғни мен құндылықты іздеп жүріп, өзімнің қандастарымды ұлттас, яғни өзімнің ұлтымнан болған адамдарды не істеймін? Бөлшектеуге талпыныс жасау. Яғни бұл өз кезегінде жақсылық қалып баратын үрдіс емес. Егер сіз үстінен қарап тұратын болсаңыз, сол екі адамның үстінен қарап тұратын болсаңыз, екеуінің таласып жатқан дүниесіне сіз өте аяушылықпен қарайсыз. Неге десеңіз, ол екеуі де бір ұлттың өкілдері. Ол екеуі де өзін қазақ ұлтының жаңағы патриотымын деп есептейді. Екеуі де өзін жаңағы жеті атасын біледі, былайша айтқан кезде. Сондықтан да бұл жерде осындай бір ұсақ дүниелер арқылы ұлттық құндылықтарды таласқа түсіру ұлттың құндылығын ұзаққа аспақтататын немесе жаңағы көтеретін дүниелер емес. Енді кейбір кезеңдерде шынымен де осы біздің кейбір ұлттармен, болмаса кейбір этностардың ерекшеліктерімен сәйкес келмейтін мәселелеріміз бар. Ол кейде тіпті діннің негізгі ішіндегі категорияларға да сәйкес келмеуі мүмкін. Мен енді қазір үшінші бір мәселені айтпай тұрған кезде ортаға бір нені қыстырғым келіп тұр. Жақында ғана бір болған жағдай, бір имамның қымыз ішу арқылы жауапқа тартылуы деген сияқты. Мен енді зерттеген жоқпын, ішкен, ішпеген, басқа деген нәрселер ол талас тудыра береді. Ол адамның жеке көзқарасына байланысты, онымен таныстығына байланысты, құрметіне байланысты, болмаса жанашырлығына байланысты әртүрлі көз ала беруі мүмкін. Тіпті мен мынаны да жоққа шығармаймын. Бір діндар адам бір харам нәрсені жасамайды деген категория жоқ. Жасауы мүмкін, күнәға түсуі мүмкін, батуы мүмкін, зинаға да баруы мүмкін, хамыр да ішуі мүмкін, болмаса кісі өліміне баруы мүмкін, аяқтыққа да баруы мүмкін. Яғни оның діндар болуы немесе дінде қызмет етуі, оның тазаруы, пәктенуі деген көзқарасты білмейді. Дұрыс, ол сәйкес болу керек, бірақ болмау жағдайда кездесуі мүмкін. Яғни бізде мынандай көзқарас бар. Дін жолында жүрсең, сен періште болуың керексің. Жоқ, сен де пендесің, сен де адамдармен қатынастарың болады, сен де біреуге ренжисің, боқтайсың,
балағаттайсың, мүмкін ашуыңа тисе, өйткені сенде нәпсің бар, тәрбиеленген, тәрбиеленбеген деген сияқты мәселелер бар. Бірақ біздің ұлттың ішінде мына нәрселер бар. Енді осыған байланысты қымызды егер ол мас қылатын болса, харам деген нәрселер. Мысалы, енді ұлттық құндылық ретінде біздің ас суымыз, дастарханымыз, ол біздің құндылығымыз. Ұлттық құндылықтардың ішінде біреуі мәдениет, салт дәстүр, соның ішінде біреуі дастархан. Яғни біздің басқа ұлттарға ұқсамайтын, былайша айтқан кезде, мысалы арабтың дастарханына, болмаса бір малайзиялықтың дастарханына, малайдың дастарханына, болмаса бір тайвандықтың дастарханына ұқсамайтын құндылығымыз біздің дастарханымыз. Соның ішінде қымыз. Оның да діни пәтуасына қатысты көптеген таластар бар. Бірақ ешбір діндар бүгінге дейін қымыз харам деп айтқан жоқ. Неге десеңіз, бұл біздің құндылығымызға, әбден бойымызға сіңген дүние болғаннан кейін, сен қалай сен қымызды харам деп айтасың, сен ата бабаңнан бәленбай ғасырдан бері ішіп келе жатқан сусын, сақтар дәуірінен бері қарай тарихта айтылады, Хауама Варга дейді, жаңағы сусын дайындау. Сол деңгейде біз келе жатқан сусынды қалай біз қазір келген кезде жаңағы шариғаттың кейбір нәрселеріне қарап, ол мас қылып қымыз ішіп адам өлтіріпті деген факт жоқ қой бізде. Қымыз ішсең ұйқың келеді, мүмкін кішкене сөзің көбейеді. Бұл енді қымыздың тұрып қалуына байланысты. 5 күн тұрып қалған болса, или 1 апта тұрып қалған болса, ол кәдімгідей жаңағы шешіліп әңгіме айтуы мүмкін. Бірақ енді жаңағы мас болып не істеп не қойған білмей қалатындай дәрежеде емес қой. Сондықтан да осы нәрседе қазір егер қымыз мас қылатын болса, ол да харам деген сияқты нәрселерге келген кезде осы ұлттық құндылықтар мен діни құндылықтарды, діни қағидаттарды бір-біріне қарсы қоюға қатынасты талпыныс нәрселер бар. Соның ішіндегі ең үлкен проблема, ең үлкен мәселе сөздік біздің лексиконымызға жаңа діни терминдердің кіруі. Бұл да өз кезегінде бұрын неге болмаған? Бұрын біз мұсылман болмадық па? Болдық. Бірақ мысалы бұрын қазақтарда намазхан деген сөз жоқ еді. Намаз оқитын адамды намазхан демейтін еді. Неге қазір біз оны намазхан дейміз? Яғни сол сияқты өте көп сөздер бар. Қазір мен сіздерге санап бітіре алмаймын. Оның барлығын біз қазір кіргізіп жатырмыз. Ол нені білдіреді? Ол белгілі бір деңгейде қалыптасқан санадағы, қалыптасқан құндылықтық жүйемен жаңа келген сөздің қайшылықтарын тудыру арқылы адамдардың оған агрессивті жауап беруі. Соның ішінде, мен айта алмаймын, біз біреулер бар, нақты осы ұлттың құндылығын бәрін ұстап жүр да, именно мына жерде мынаны қарсы шығып жатыр деп. Жоқ. Біз бәріміз ұлттың құндылығын жаңғыртуға не істеп жатырмыз? Талпынып жүрміз. Ұлт ретінде, қазақ ретінде, біз айтамыз, Құранда да ұлт пен ұлысқа бөліп жаратқан деген қағидаттар бар. Ұлт болу ол Құдайдың бізге берген жаратылысы, оны біз жоққа шығара алмаймыз деп өзімізді былайша айтқан кезде, ұлт екенімізді діни тұрғыдан да негіздеп аламыз. Бірақ құндылық деген кезде, ұлттың болмысы деген кезде кейбір нәрселерді таласқа қоямыз. Яғни, жақында ғана білесіздер, бізде кейбір нәрселер бар қайшылықты. Яғни, мынандай кім келеді? Мысалы, сіз теріс ағым өкілдерімен күресіп жүрсіз, көбіміз күресіп жүрміз, немесе сол салада жұмыс жасаймыз. Болмаса жаңа теріс ағым өкілдері жаман деп айтамыз. Болмаса олардың мынандай қате деп айтамыз. Бірақ теріс ағым өкілдері де жұмыс жасап жатыр. Ол да өзінің былайша айтқан кезде құндылықтарын өзінің тырнақшаның ішінде таратып жатыр. Кейбір кездерде біз оны күмәнданып қалуымыз мүмкін. Тіпті кейбір кезеңдерде, мысалы мынаны айтқым келіп отыр. Жақындаған осы бір блогер бізде салафизмнің негізгі идеологы саналатын азаматтардан сұхбат алып бастады. Ол сұхбат бойынша кәдімгідей сіздің құндылықтарыңызды былайша айтқанда мансұқтап жатыр. Ал енді құндылықтарды біз ақтап алайық десек, діндар, өзін діндар санайтын адамдар, ол шынымен құндылық емес қой дейді. Мысалы, қайшылықтар бар, мысалы, енді мен атын атап түсін түстемей қойын, бірақ айтып жатыр. Мысалы, домбыраға қатысты айтып жатыр. Ханафи мазхабына қатысты, ұлтқа қатысты айтып жатыр. Ертең сен өлген кезде қабірде сенен ұлтың кім деп сұрамайды, дінің кім деп сұрайды деген сияқты. Бұның өзі, біз мұсылман ретінде, адам ретінде, адамзаттың игілігіне, мүддесіне қол ұшын созатын бір адамзаттың өкілі ретінде қарсылығымыз жоқ. Бірақ ұлт ретінде ұлттық болмысты жою арқылы кейбір құндылықтарды тықпалау біздің кейде өзіміздің болмысымыздан айырылып қалуымызға себеп болуы мүмкін. Енді осы орайда
екі жаңа бағытқа, екі фронтқа бөлініп жатырмыз. Ақырындап бөлініп жатырмыз. Ішіміз бір жақты тартады, сыртымыз шығып кете алмаймыз. Осы орайда екеуінің түбінде біреуін таңдауға тура келеді. Қай жақтың шабуылы күшті болады, сол жақ біздің агрессиямызды тудырады. Яғни, мысалы, исламофобияның туындауына мұсылмандардың өзінің көп факторы бар. Өйткені олар агрессия жасаған сайын исламофобтар көбейе береді. Өткенде бір жақсы желіде бір сөз оқып қалдым. Неге біздің спортсмендер Алла қаласа деген үшін сынға қалды? Не болмаса кейбіреулер шыға салып келе салып уағыз айтқан үшін үлкен қоғамның жаңағы қарсылығына ұшырады. Ал Өзбекстан боксерлары бокстан кейін сәжде жасап отыр. Өзбекстанда ешкім барып сен неге сәжде жасап отырсың, сен неғып исламофобсың, сен неге жаңағы сақалыңды қырмайсың деген сияқты әрекет жасаған жоқ дейді. Неге десеңіз дейді, олар ана радикализмді бұрынырақ құртып жіберді да исламофобия шықпай қалды дейді. Ал бір радикализмді құртпаған сайын біз мына жақтан исламофобтар десейміз. Тудыра береміз, өйткені олардың әрбір агрессиясы, әрбір жаңағы оларға деген жаңағы ауыр сөздері әлеуметтік желілердегі, жаңа мысалы қайырлы десуші айтып отыр ғой, осындай. Оны санасаңыз, егер әлеуметтік желі анализ жасайтын болсаңыз, сотталмайтын, штрафталмайтын адам жоқ қазір. Өйткені дін туралы бір комментарийдің, жаңа не дейді, посттың астындағы комментарийларды қарасаңыз, бір айналайын, біз қояйық осы жерден деген басып айтушылар бар, бірақ өте аз. Неге десеңіз, жаңа екі фронтқа бөлініп алу. Бұл өз кезегінде не істейді? Біздің ұлттық құндылықтарымызды жаңағы дәріптеуші, кім көп дәріптеуші? Мұсылмандар көп дәріптеп жатыр ма? Жоқ, тәңіршілдер көп дәріптей ма деген сияқты. Өйткені әрбір ағым болмаса әрбір фронттағы адамдар, немесе жаңағы әрбір топ өзі сол ұлттық құндылықтарды перде ретінде, қару ретінде не істейді? Алып шығады. Әйтпесе алып шықпаса, ұлт оны қабылдамайды. Яғни, сіз өзіңіздің болмысыңызды жоққа шығару арқылы, бізде ондай кезеңдер болды. Ондай адамдарды ғылымда не дейді? Өзінің ұлтының болмысынан айнып қалған, жоғалтып алған адамды не дейді? Енді қазақша мәңгүрт дейді. Мәңгүрт десек те болады. Бірақ көп жағдайларда жаңағы басқа құндылықтардың барлығын, болмаса басқа дүниелердің барлығын қабылдай беретін, мысалы Пакистанға барса пуштунша киініп келе салатын, Арабқа барған кезде дамбал киіп келе салатын, болмаса жаңағы Малайзияға барған кезде солардың көйлегін киіп келе салатын ондай адамдар көп. Немесе жаңағы енді кезінде солтүстік көршімізде де бізге біраз құндылықтарын сіңіріп жүрді тырнақшаның ішінде. Раз-два дегізді, шошқадан сала жегізді, түрегеп тұрып сегізді, темір телпек кигізді деп аталарымыз бекер айтқан жоқ. Сол құндылықтардың басы жоқтардан келді ғой кезінде. Енді бұны неге десеңіз, бұл әрине бұл өзінің ұлттық болмысынан әлсіреген кезде бір мемлекетті болмаса бір ұлттың өкілдерін тез басқа жаққа өзгертуге болады. Яғни мына тарихшылардың бір айтатын несі бар, соның ішінде Мақсат 65 деген бір тарихшы ағамыз бар, сол кісінің замандасым сол кісінің айтатыны бар. Біздің мынау мұсылманшылықтың бір пайдасы дейді, жоңғарлармен ассимиляцияға түсіп кетуге мүмкіндік берген жоқ дейді. Өйткені олар буддизмді насихаттады да, біз мұсылман болғанымыз үшін олармен қыз алысып қыз бескен жоқ, біз тек қана жаңағы тартып алып неғып кеткен болмаса, былайынша айтқан кезде біз өзіміздің болмысымызды жоғалтып алған жоқпыз. Әйтпесе жоңғарлар бізді жаулап алған кезде біз оларға сіңіп, мүмкін қазақ болмысын жоғалтып алуымыз мүмкін еді. Одан кейін патшалық Ресей шоқындыру саясатын жүргізген кезде олар христиан болды да біз мұсылман болды да тағы да бізде қайшылық пайда болды дейді. Жоқ, біз сендерге қыз беріп қыз алыспаймыз, өйткені мұсылманбыз, сендер христиансыңдар деген. Бірақ оның өзінде біздегі болмыс өте мықты болды да біз ассимиляцияға түсіп кеткен жоқпыз. Әйтпесе тәуелсіздік алған кезде біз ұлт ретінде азындық ұлтқа айналған едік Қазақстанда. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Яғни бұл әлдеқайда сіңіп кету, жоғалып кетуге шақ қалған жағдай. Сондықтан да ұлттық болмысты, яғни ұлттың жаңағы былайша айтқанда иммунитетін, ұлттың ерекшеліктерін сақтап тұратын дүниелер осы ұлттық құндылықтар. Ол жердегі тіл мәселесі, тіл жағынан біз өте үлкен соққыға ұшырадық.
соның ішінде мына көмекей жағынан болсын, мына үндестік жағынан болсын, тілдің лексикалық, семантикалық басқа да көптеген ерекшелігі жағынан болсын, соның ішінде өз тілімізде қолдана алмау жағынан болсын, әлі күнге шейін жаңағы қанша мектеп пайыз орыс тіліне барады дегеннің өзі сол бізге келген кезіндегі дүниелердің ұлттық құндылықтың аяққа тапталуының қазіргі кездегі әлі салдарлары. Оны біз этникалық болмаса конфессияаралық қақтығыстар туындамасын деп біртіндеп әрекет жасауға тырысамыз, қандай да бір жаңағы агрессиялық жолмен емес, бірақ десе де сана ретінде қалыптасу, яғни ұлт ретінде қалыптасу үшін сананың серпілісі қажет. А сананың серпілісі өте баяу жүзеге асады. Неге десеңіз, ол нені құндылық деп санайды, соны өзінің өмірінде десе де қолданады. Оның оянуы аз уақытта болмаса қысқа уақытта болуы екіталай. Ол үшін де жаңа сырттан мен таң қаламын, кейбір нәрселерді жасау үшін кейде енді бетін аулақ шабуылға ұшырап қалу жағдай. Яғни мысалы мынандай жағдайда қазақтың ауызбіршілігін қалыптастыру үшін сырттан бір дұшпан керек сияқты. Әйтпесе ешқашан біз бір-бірімізді бауыр деп бауырымызға не істемейміз, тарта алмаймыз. Кейбір мемлекеттерде бұл идеология ретінде жүзеге асады. Сенің дұшпаның кім десе анау дейді. Біздің қазақтарда да бұрын болған. Шығыстағы көршілерімізге, солтүстік көршілерімізге қатысты айтатын ауыр сөздер бар. Ол не үшін? Жаңа ұлттық бірегейлікті, ауызбіршілікті сақтап тұру үшін. Ал енді соның ішіндегі ұлттық құндылықтардың, соның ішіндегі жаңа біздің былайша айтқан кезде жаңғыруымыздың үлкен бір несі, былайша айтқан кезде не үшін біз бұны айтамыз? Бұның тіпті қажет қанша? Мысалы мен жүре берейін, өзімнің қалағанымша киініп жүре берейін, көйлегімді киіп жүре берейін. Сіз ол жаңағы Пакистанда оқыдыңыз ба, пуштынша киініп жүре беріңіз. Сіз өзіңіздің шапаныңызды сопылар сияқты киіп жүре беріңіз. Мен өзімнің қазақтың жаңағы несін киіп, ұлттық киімін киіп жүре берейін. Жүре бермейік па десе, болмай ма? Жүре бермейміз. Неге десеңіз, біз сыртқы формамен бөлінген сайын ішкі дүниеміздің де қайшылықтары туындай береді. Яғни ұлттың бірегейлігі деген кезде мен не үшін ана жақты да мына жақты да кейде жаңа мұсылмандар жаққа ойбай біз мұсылманбыз, ата-бабамыз мұсылман болған 12 ғасыр анау деп біздің құндылықтарымыздың бәрі мұсылманшылықпен астасып жатыр, қой құрыңдар, біз мұсылманшылықты мансұқтамайық, ойбай мына жақта тәңіршілдер сендердікі де дұрыс, бірақ десе де біз бұл басымыздан кешкен дүниелер қазіргі кезде оны былай қайшылыққа қолдануға болмайды деп жүр. Неге десеңіз, діни бірегейлік ұлттық бірегейліктің негізгі тетігі болып саналады. Кейбір түріктің кейбір қауымдарының айтқан теориялары болған. Енді кейбіреумен жартылай келісуге болады. Айтады, кімде бір дінді өзгертетін болса, басқа дінге өзгертетін болса, ол ұлттың болмысы қайшылыққа түседі. Мысалы айтады, түркі халықтарының ішінде христиан дінін қабылдаған халықтар бар дейді. Ұлттар бар дейді. А олар түркілікті де жоғалтты дейді. Қазір біздің ағайынымыз деп кейбір бауырларымыз келіп бізбен союз одақ жасап байланыс орнатқысы келеді, мәдени. Бірақ мәдени байланыс орнамайды. Неге? Олардың діні бөлек. Көрдіңіз бе? Сол үшін де біздің мынау жаңағы ұлттық құндылық деген дүниелер жай ғана бір экономикалық болмаса біз өз бетімізше демократиялық түрде өмір сүре берейік деген тұрғыдан емес, ол ертең айырмашылыққа, ол ертең алауыздыққа, ол ертең бірін жоққа шығаруға, ол ертең күреске ақыр аяғында қолымыздағы барымыздан айырылып қалуға алып баратын болса, біз осы тұрғыдан алған кезде бірегейлікті, ауызбіршілікті, ұлттық құндылықтың айланасында шоғырлануды сол үшін алға тартамыз. Ол жерде кейбір діни мәселелер болуы мүмкін, кейде ол діннің де кейбір болмыстарын, мысалы, діннің ішінде бар дүниелерді біз міндетті түрде тықпалай бере алмаймыз ғой. Мысалы, дінде бар, бірақ оны қазір айтуға болмайды. Мысалы, сіз мектеп бағдарламасында бар деп бәрін бірінші класстағы балаға айта бермейсіз ғой. Ол мектеп бағдарламасында бар, бірақ оны кейін 6 классқа барғанда біреу үйренеді, 9-ға барғанда үйренеді, 11-ге барғанда үйренеді. Ал қазір келеді да, мынау бір нәрсені жай қарапайым халықтың ішінде, мынау Құранда жоқ деп тиіп тастап отырса. Жоқ, ол халық ретінде болмысында бұл қателіктер болатын болса, ол біртіндеп түзелу керек. Сондықтан да кейде уағызшылардың да жаңағы әсіре кетіп қалатын жағдайларында ұлтқа жанашыр жүрген азаматтардың оларға қарсы шығып кететін жағдайлары содан туындайды. Яғни жаңағы өзінің ұлтын жақсы көргеннен, болмаса жаңағы діни қағидаттарды орындай алмағандықтан, болмаса психоэмоционалды кейбір мәселелерге жол беріп қойғандықтан қайшылықтар туындап қалуы мүмкін. Бірақ көп жағдайларда аргумент мен ұлтымды жақсы көремін деген сөз. Тәңіршілдерден сұраңыз, болмаса мұсылмандардан сұраңыз, бәрі мен ұлтымды жақсы көремін. Бірақ ол жерде оны жақсы көру арқылы бірегейлікті емес, кейбір мәселелерді белден басып қабылдатуға тырысатын кезде
онда кейбір бауырларымыз жаңағы забордың сыртында қалып қоятын біз назардан шығармауымыз керек. Сол үшін де масса, халықтың басым бөлігі белгілі бір құндылықты құндылық деп қабылдайтын болса, әртүрлі пікірлер қоғамда жүре береді. Оған біз түсіністікпен қарауымызға болады. Бірақ бұл пікір қоғамды алауыздыққа алып бара жатса, ол кезде жаңағы заңдары бар негізі. Жаңа айтып отырмыз ғой, жаңа сіз сұрадыңыз ғой тәңіршіліктерге қатысты. Небір ауыр сөздер айтады, бірақ неге жауапкершілікке тартылмайды? Неге ол жаңағы әкімшілік неге тартылмайды деген сияқты. Сондықтан да бұл жерде осы нәрсені біз назарда ұстап отыратын болсақ, жалпы ұлт ретінде қалыптасу үшін біз өзіміздің бағытымызды айқындауымыз керек. Бірінші, сөйлейтін тіліміз, екінші, мәдениетіміз, салт дәстүріміз, санамыз, үшінші, бұл біздің руханиятымыз, руханияттың ішіндегі дініміз, яғни сеніміміз, нанымымыз. Осы нәрселерді негізгі масса қабылдайтын болса, одан кейінгі сол құндылық ретінде оны біз жақсы өзіміз ұстанбай-ақ қояйық, бірақ жоққа шығармасақ, онда біз соның бірегейлігіне үлес қосамыз. Кейбір кезеңдерде мен үндемеймін, әлеуметтік желілерде қырылысып жатқан кезде, өткенде спортсмендерге туралы айтып жатқан кезде, бір ауыз сөз жазған жоқ. Неге десеңіз, жазсам, анау ренжиді. Немесе мынау ренжиді. Неге? Себебі ол эмоционалды талқылау болып жатыр. Яғни мен аруақ пен құдайды біріне қарсы қоймаңдар деп айтсам, сен араб құлсың деп маған есейді. Шыға келеді. Неге? Ол жерде жаңағы былай қараған кезде ол үлкен бір трагедиялық мәселе емес. Ешқандай аруақ деп ұрандамайтын қытайлар, америкалықтар бүкіл алтын солар алып кетті. Не болмаса Алла қалауы деп ешкім айтқан жоқ қытайлардан. Бірақ әлемде екінші орында, медаль саны бойынша бірінші орында тұр. Демек, оның өзінің танымы, сенімі, ол спортсмен көмектесуі мүмкін. Бірақ негізгі критерий емес, негізгі критерий ол физикалық жаттығу, оның еңбекқорлығы, оның былайша талпынысы, ішкі сенімі, стержень, ол да көмектеседі. Бірақ жалпы алған кезде дайындығы, психологиялық дайындығы. Сондықтан да ол нәрселерді біз сыртқа шығарып, тікелей сәтсіздік пен сәттілікке осы сенімді қойған кезде қателесеміз. Сол үшін де ұлттық құндылық деген дүниенің өзін қазір тықпалау жолымен емес, қабылдау жолымен, болмаса жақсы көрсету жолымен біз дәріптейтін болсақ, менің ойымша ұлттың болмысына, ұйысына, неге десеңіз, біз осы нәрселердің бәріне кеңестің құлауынан кейін, яғни ұлттық болмысымызды белгілі бір деңгейде әлсіретіп алғаннан кейін, екіншіден жаһанданудың осындай бір қарбалас даму сәтіне ұшырағаннан, үшіншіден діни көптеген топтардың, ағымдардың, жаңағы ұйымдардың жаппай таралуымен келген үш үлкен ағынның алдында болмысымызды, ұлттық болмысымызды тіктеп алу деген оңай емес. Егер біз анау жерден 20 ғасырдан, 19 ғасырдан, 20 ғасырдан бастан бері келе шыққан болсақ, онда бізде проблема өте аз болатын еді. Десеңіз, бізде бірінші діни иммунитет болған болар еді, екіншіден тілдік иммунитет болатын болды, үшіншіден бізде ұлттық иммунитет, дәстүр, мәдениет, салт бәрі болған болар еді. Ондай кездерде сіз келіп кіріп кетіп, жаңағы біраз адамдарды бөліп алып кету, ол мүмкін болмайды. Неге десеңіз, ол соны қатты ұстанатын еді. Бізде жаңағы идеология, коммунистік идеология болды да, құлаған кезде, ол руханиятқа бұрылған кезде, қайсы руханият деген кезде, Шәкәрімнің айтқан сияқты, жардың шашы сансыз көп, ол санауға келмей тұр, анық нұры осы деп әркім бір тал ұстап жүр дейді. Яғни бұл не деген сөз? Бәріміз бірдеңені ұстап қалып, бұл менің құндылығым деп жүгіріп жүрміз. Біреу жаңағы діннің айналасына қатып алған болмайды, күш бермейді. Біреу жаңағы тілдің айналасына қатып алған болмайды, күш бермейді. Біреу жаңағы біздің тарихи жазуларымыз бен сенім нанымдарымыздың айналасына ұстап алған мынау жаңағы арабтардан келгеніне деп күш бермейді. Ол кезеңдерде біз өзіміздің құндылық бағдарымызды айқындап қалуымыз, ортақ құндылықты қалыптастыру, үстінен жоғарыдан идеология болмаған кезде өте қиын болады. Бірақ жоғарыдан идеология болмайды неге десеңіз, біз зайырлы мемлекетпіз. Зайырлы мемлекет деген сөз, сіздің тіліңізді, дініңізді, мәдениетіңізді мемлекет айқындап бермейді. Ол бәріне бірдей қарайды. Ол қамқор болуы мүмкін, жоққа шығармауы мүмкін, кейбір кезеңдерде қолдау көрсетуі мүмкін, жаңағы наурыз сияқты басқа. Бірақ бұл жерде ұлттың өзінің иммунитеті қалыптаспайынша бұл нәрселер оңайлықпен жойылмайды. Яғни сіз ауырған адамға дәрі бере бересіз, ол ауруын сейілтуі мүмкін, болмаса оның тіпті организмін әлсіретіп жіберуі мүмкін. Ал егер сіз ауырған адам иммунитетін күшейтетін болсаңыз, дәрі берудің қажет болмайды. Сол үшін де қазіргі көптеген бізге келіп жатқан экспансиялар, бізге келіп жатқан жаңағы шабуылдардың астарында осы иммунитет, ұлттық құндылықты біз қалыптастыратын болсақ, яғни нейтралды түрде, агрессивті емес,
иә қалыптастыратын болсақ, менің ойымша көптеген жаңағы жүгіріп жүрген, тамағын жыртып жүргендер, болмаса мына жақта радикалдар жаңағы уағыз айтып сен исламда жоқ, Құранда жоқ деп жүрген, бәрі өзі ортасына түсіп қалады. Түсіп қалады, неге десеңіз, сіз оны қабылдамайсыз. Қабылдата алмайсыз. Ол қабылдата алмағасын оны тықпалағанды да қояды. Ал ол қабылданып жатқаннан кейін, адамдар кіріп жатқаннан кейін, оған жел беріп жатқаннан кейін, сенікі дұрыс ақиқат деп жатқаннан кейін, астына мыңдаған комментарий жазып жатқаннан кейін, оны біз өзіміз әлеуметтік желілерде дәріптеп жатқаннан кейін, әрине халық қайсысының құндылық екенін ажырату қиынға түсіп қалады. Сондықтан да осы нәрсені біз жалпы назарда ұстасақ, мен енді ортаға салған пікірім жалпы құндылық туралы енді тарихи тұрғыдан көп нәрселерді айтуға болады, бірақ біздегі мынау бір нәрсені қорытындылағым келеді. Материалдық құндылықтар олар өзгереді. Кешегі қазақтың отырған столы мынау емес. Бірақ мынау қазақтың отырған столынан қарағанда әлдеқайда жайлы. Бұл материалдық құндылық, біз бұны құндылық ретінде қабылдаймыз. Бұдан да артық стол тауып алсаңыз, мынаны сатып алмайсыз, басқасын сатып аласыз. Бұдан да артық телефон көрсеңіз, одан да емес, басқасын аласыз. Иә? Бұдан да артық орталық көрсеңіз, сол орталыққа барып қызметіне жүгінесіз. Яғни материалдық құндылықтар не істейді? Өзгермелі. Ал ұлттық құндылықтар олар қаншалықты қалыпты болса, қаншалықты бірыңғай болса, соншалықты құнды болады. Сол үшін біз анау бұрынғы дүниелерімізді сағынатынымыз, бұрынғы қазақтың кең жайлауын сағынатынымыз, таудың басына шыққан кезде рухымыздың оянатындығы, жаңағы болмаса біздің жаңағы шетелге барған кезде біреудің қазақша сөйлеп қалған кезде жаңағы бауырымыз деп, оның руы басқа болса да құшақтайтынымыз, бұның барлығы біздің жаңағы өзгермейтін құндылықтарымыз. Яғни ұлттық рухани құндылықтарымыз. Соның үшін де осындай құндылықтар ол ғасырлар өтсе де негізінде қалу керек. Бірақ әлемдік саясат, әлемдік жаңағы сценарий жазушылар дейікші, тырнақшаның ішінде, олар белгілі бір ұлттарды осындай проблемалар тудыру арқылы өзінің ықпалында қалдыруға үнемі тырысып отырады. Кейбір ұлттар бар, өзінің құндылығын мүлде жоғалтып алған, кейбір ұлттар өздерінің тілін мүлде жоғалтып алды, дінін мүлде жоғалтып алды, тіпті мәдениетін мүлде жоғалтып алды. Иә, кейбір оны алыстан іздеудің қажеті жоқ. Қазір өркениетті халықтардың өзінің ішінде талай жоғалтып алған ұлттар бар, санамалап бітпейсіз. Бірақ Құдайға шүкір бізде бар, талпыныс бар. Бірақ енді бір кереметтей болып жаңағы ұшпаққа шықты деп айту қиын, десе де соған талпыныс жасап отыратын болсақ, яғни мына нәрсені назарда ұстасақ, менің мүддемнен қарағанда менің ұлтымның мүддесі жоғары тұрады деген нәрсені санада ұстайтын болсақ, үнемі бір проблема желіде болса, сонда біз ол нәрсені алға шығара аламыз. Ал әйтпеген жағдайда осы нәрселер бізге үнемі талас болып, үнемі проблема болып, өзімізге былайша айтқанда бағыт бағдар бола алмай, мақсат қоя алмай, ал мақсат қоя алмағаннан кейін әрбір сең сияқты жаңағы судың бетіндегі шөп сияқты анда соғылып, мында соғылып, іздеп әйтеуір жаңағы анықты ешкім тапқан жоқ, іздемей қарап жатқан жоқ деп шәкәрім айтпақшы, іздеп жүрміз, әркім бір тал ұстап жүрміз, әйтеуір бірдеңенің артынан жүріп жүрміз, болмаса жаңағы материалдық құндылықтарды алға шығарып жібереміз да ұлттық құндылықтарды төмен түсіріп аламыз. Шын мәнісінде материалдық құндылықтарды алға шығарып жібергенде зардабы өте көп. Енді бұған қатысты бір жарты сағат лекция оқуға болушы еді. Қазіргі мақыр мәселесінен бастап. Иә, қазақта бұрын ондай жоқ еді ғой, мен мақырға квартира сұраймын, айфон сұраймын деген. Өйткені ол құндылыққа келмейтін нәрсе ғой ол, иә. Сіз сонда үйленіп отқан жолдасыңыздан квартира алып қалған кезде, сіздің мақсатыңыз не, ертең ажырасып бөлек сол квартирада тұру ма? Мен соны түсінбеймін, былайша айтқан кезде ұлттық құндылыққа келмейтін нәрселер, өйткені сіз бәрі сол әулетке бара жатсыз, сол әулеттің бір мүшесісіз ғой, сол әулеттің байлығының бәрі, игілігінің бәрі сіздің байлығыңыздың бір бөлшегі ғой деген түсінік болған бұрын. Ал қазір біздегі материалдық сана дамыған сайын ұлттық құндылықтарымызды не істеп жатырмыз? Таптап, ажырасу мәселесі, жетім жесірлердің көбею мәселесі, содан кейін жаңағы жетім балалар үйі, қарттар үйі мәселесі қоғамда. Неге десеңіз, материалдық құндылықтар ең бірінші мен ақшасына қараймын. Ең бірінші ол жігіттің машинасы бар ма? Ол ананың несі бар ма? Оның әке-шешесі қандай, бизнесмен ба, жай мұғалім ба? Міне, критериялар сол жаққа кетіп жатыр. Бұл өз кезегінде адами болмысқа келмейді. Мен айтып отырмын ғой, иә ол дами береді, бірақ руханият қалыпты болу керек. Сонда сіз оның үстіне құрсаңыз материалдық құндылықты, ол әдемі болады. Сол үшін Абайдың бір айтатын сөзімен қорытындылаймын. Атақ, мансап, абырой дейді. Бұның барлығы былайша айтқанда адамға өздігінен келсе, ол адамның сәні болады дейді. Ал адам оны іздейтін болса, ол адамшылықты бұзады дейді. Сондықтан да бізге келіп жатқан материалдық құндылықтар өзінен келіп жатса, ол құндылық. Ал біз оны іздеп, жаңағы рухани құндылығымызды соған сарп ететін болсақ, соны қиып жіберетін болсақ, онда бізге абырой келмейді. Сол үшін де
құндылығымызды сақтайық, құнды болайық. Сонда ғана жақсы ел боламыз деп ойлаймыз. Сіз болып, біз болып, ортақ мүддеміз болады, ортақ құндылықтарымыз болады. Біз бірлікпіз деп айта аламыз. Жақсы ма? Мен енді сұрақ жауап болмайды деді. Жарты сағаттан артық болмайды деді. Сонымен енді осы жерден қорытындылаймын. Сіздерге тыңдағандарыңызға рахмет. Кешкі уақытта осындай бір қарбалас сәттерде және біраз танитын өзімнің шәкірттерім, студенттерім, әріптестерім көріп жатқаныма өте қуаныштымын. Сіздердің қызметтеріңізге сәттілік тілейміз. Жақсы күндеріміз көп болсын. Ұлтымыз өркендеп, құндылығымыз асқақтай берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.